Несі? Ой, молодец, үлкен жоқ. Мен Мақсатұлы Абдылхамит Алдаберген атындағы орта мектептің 3-ші сынып оқушысымын. Мен сізге келіп тұрған себебі мен мектепшілік ғылыми жобасына қатысып жатырмын. Мен ғылыми жобадағы тақырыбым туған өлкемнің топырағының ерекшелігі. Мен соған ғылыми жоба жасадым. Біз бірнеше қызыл қоңыр топырақтан мүсін жасап көрдік. Одан біз мүсін жасағанда ол қатып қалды. Ал мен сізге енді бірнеше сұрақ қойғым келіп. Бұл топырақ ауыл шаруашылығына қалай қолайлы ма? Бізде бұл топырақ қазір, жаңағы сен өзіңнің айтып отырған топырағың бізде мына Көксу ауданының аумағында, Мұқыры деген ауылдың жанында арнайы кен орны бар, қызыл топырақтан. О жерде бізде строитель деген жауапкершілігі шектеулі серіктестік жерде жұмыс жасайды. Сенен жаңағы әртүрлі бұдан бұйымдар жасалады деп отырсың ғой. Сол сияқты бұл топырақ өте көп затқа жарамды қазір. О жерден бізде кен орнына жаңағы қызыл топырақты өндіріп, одан бері қарай заводы бар, өздерінің заводына әкеп оны күйдіріп материал жасап, содан мына бізде Балпық би орнында одан жаңағы құрылыс материалдарының әртүрлі қазіргі заман талабына сай жақсы кірпіштер өндіреді. Енді мен сізге екінші сұрақ қойып кеттім. Мұқыра жеріндегі қандай өсімдіктер жақсы өседі? Бізде енді мен ауыл шаруашылығы бөлімі болғандықтан, мен саған өзіміздің ауыл шаруашылық дақылдары туралы айтып өтейін. Бізде қазір Көксу, оның ішінде Мұқыры ауылдарында бізде қазір ең басым дақыл ол қант қызылшасы. Өзің білесің, бізде Көксу ауданында қант қызылшасының заводы орналасқан. Қазіргі уақытта біз қант қызылшасын жинап, заводқа өткізіп, о жерден қант өндіріп жатырмыз. Бізде қазір ауданның көлемінде биылғы жылы 2000 гектар қант қызылшасы егілген. Ол бізде ең жаңағы тиімді өнім. Оған қосымша бізде майлы дақылдар егіледі, соя. Оған қосымша бізде арпа егіледі, бидай егіледі. Біздің енді өңір ауыл шаруашылығына өте бір қолайлы, жақсы өлке. Сұрақ қойғым келді. Ауыл тұрғындары жерді қалай пайдаланады? Ауыл тұрғындары бізде қазір енді Көксу ауданында 1800 шаруа қожалығы бар. О шаруа қожалықтардың негізгі басым бөлігі бізде жаңағы егін шаруашылығымен айналысады. Ол өзі жерді пайдаланудың арнайы өзінің тәртіптері бар. Сол бойынша мына бізде айналмалы егіс дейміз. Жерде әр өзінің дақыл түрлерін айналмалы егіс болады. Жерге өзінің арнайы берілетін неше түрлі удобрениялар бар. Одан кейін барып арнайы тамақтары бар. Сол сияқты өзінің жердің пайдалану, өзінің тәртібі, тәсілдері қазіргі заманның талабына сай әртүрлі бағыттарда пайдаланылады. Жақсы, үлкен